өзіңді түзе дейді ғой. Қазір сізбен сөйлесіп отырып та өзімнің қаншалықты орысша сөз қоспаймын дей тұрғанымен сол сөзге еліктеп кішкене сөйлеп кетіп жатқан байқап ұялып отырмын бір жағы. Таза сөйлеуде оңай емес екенін түсіндік, иә? Сіздер де кезінде жаңа телевизордан Оп, бәрекелді, телевизордан. Қазақша сөйлеу пайдалы. Бұл қазақша такси бағдарламасы. 18 жасқа толғандар көріп, ата-анасына да көрсетуді ұсынамыз. Жолаушыға 100 мыңға сертификат беріледі. Әңгіме барысында әр өзге тілдегі немесе паразит сөздер үшін сертификаттан -5 мың. Қатысушыны шатастыру мақсатында жүргізуші еркін сөйлей алады. Қара жорғам дайын, 100 мың теңгені кім ұтады екен? Уайым десең. Бұл қазақша такси жүргізушісі мен Ғалым Махамбет. Кеттік, біз бастаймыз. Ассалаумалейкум бауырым. Ассалаумалейкум. Қош келдің. Қош көрдік. Бұл қазақша такси деген бағдарлама. Бәрі нормально ғой, Иә, әдем. Сізді көріп кішкене қобалжып қалдық. Танып қалдың ба? Иә, таныдық. Тамаша. Енді сенімен таныс болып отырайық. Есімің кім болады? Дидар. Біз енді күнделікті өмірде жаңа өзіңіз айтып жатқанда паразиттік сөздерді қосып үйреніп қалғасын кішкене қиын болайын деп тұр. Сәл қиындау болайын деп тұр ма? Иә, сәл қиындау болайын деп тұр. Ештеңе етпейді. Жалпы өзің қазақшаң қалай? Жақсы. Өзіміз осы негізінен қай жақтың жігітісің? Оңтүстік. Оңтүстік, Түркістан. Оңтүстіктікі болсаң, онда саған қиын емес қой қазақша сөйлеу. Түркістандікі болсаң. Жаңа өзім айтып отқандай ғой, күнделікті өмірде анамен сөйлесеміз, мынамен сөйлесеміз. Иә, оның рас. Енді мен сені шатастыру мақсатында мен сөйлей беруіме рұқсат негізі, бағдарлама заңы бойынша. Енді екеуміздің әңгімеміз өрбу үшін тақырыптар бар мұнда. Қазір осы бір картаны таңдап алсаң, ортасынан алайық. Сосын сол тақырып жөнінде әңгіме айтамыз екеуміз. Не деп тұр екен? Үлгі тұтар тұлға. Бәрекелді. Оқушысың ба, әлде студентсің ба? Қазіргі таңда мектеп бітіргем, жеке кәсіп. Жеке кәсіппен айналысасың, иә? Кішігірім жеке кәсіп өзімде. Тұлға деп кімді, идеал деп кімді санайсың ал? Еліктейтін кумирің кім? Негізі үлгі тұтар дегенде көбіміз жаңа мысалы Абай Құнанбаев, Міржақып Дулатов деген сияқты кісілерді айтып жатамыз ғой. Иә. Бірақ енді әр адам үлгі тұтатын өз негізі әкесі болады. Мынау жаңа айтып жатырмын ғой, сізді де танып отырмын деп. Иә. Сіздер де кезінде жаңа телевизордан Оп, бәрекелді, телевизордан. Жақсы. Бір 5 мың кетті. Иә, сүрінбейтін адам болмайды. Жақсы. Телевизордан көрген кезде жаңа сіздердің рөлдеріңіз болсын, мынау жаңағы орысша сөздер ауызға бейт күтіп тұрады екен, айтып қалуға. Миыңда екі переводчик жүгіріп жүр ма? Иә. Тоқта деп жатыр ма? Сондай болып тұр ғой. Содан Дидар айта бер әңгімең қызық болып жатыр. Сіздердің жаңа қалай айтады? Қазақша айтқанда өзінің тілім жеткен бейнетаспаларыңыз деп кішкене қорытындылап жіберейін. Иә, дискідан көргендерің, сонымен дәл өз әлеуметтік желіден көргендерің. Көрген кезде мына әке мен баланың арасында махаббатқа қарап, басқаға қарап, мен өзім де бір жағына үлгі алып отырамын. Бірақ дей келе әкемнің беріп отырған тәрбиесін сол кісіге қарап, негізі мен үлгі тұтамын сол кісіні көбінесе. Әкеңіз нешеде? Жасы қаншада? 79 жылғы осы жақында туған күні болды. Сонда 46-ға толды. 46-ға толды. Тамаша, 46. Қандай мамандық иесі? Ол кісі негізі тарих пәнін бітірген. Бірақ қазіргі таңда ол кісі жеке кәсіп. Мен жаңа өзім айтып отырмын, үлгі тұтамын деп. Сол кісінің артынан кеттім. Жақсы. Керемет. Тағы да қандай енді болады ғой енді. Әке әрқайсымыздың өзіміздің кумиріміз ол әкеміз. Ол түсінікті, иә. Біз сол кісінің ізбасарымыз, жалғасымыз. Сондықтан сол кісідей болуға тырысамыз барынша. Енді былай енді болады ғой жаңағы кинодағы бір актер немесе сол біреудің стилін аласың, киінгенін аласың, біреудің жаңа бір батырлығын аласың деген сияқты
сондай бір еліктейтін кумирларың жоқ па? Кішкентайымнан бастап әнші болғым келді. Әнші? Иә, бала арман. Көбінесе жаңа эстрада жұлдызы болғысы келеді ғой көбісін. Соған қарап мен Қайрат Нұртасқа еліктейтін. Шашымды өсіріп мектеп кезден күннің ыстығында мынау қалың шашпен жүретін, терлесем де тепшісем де сол шашпен. Қайрат Нұртастікіндей киімдер тіктіріп, жаңа әкем сүйреп жүретін. Онда апарып тойға барсақ, қазақтың тойы бітпейді ғой. Иә. Қазақтың тойында жүрсек те әйтеуір. Халтура ма? Халтура. Әп, бәрекелді. Тағы кетті. Тағы 5 қалдың, Дидар бауырым. Әрі қарай жалғастырамыз. Сондай мынау әншілік жағына қызыққан кезде Қайрат Нұртасқа еліктейтін. Сол кісінің киімдерін бірге бір дәлме-дәл тіктіріп, ән айтып. Бірақ өсе келе жеке кәсіпке жаңа бет бұрып кеттім. Дей келе мына Инстаграм желісінде. Инстаграмда кішігірім видеолар түсіремін. Өзің хобби ретінде, е? Хобби ретінде, қызығушылығым. Видео. Видео это бейне, ребята. Бейнелер түсіресіз. Сол кезде Мұқағали Мақатаевқа қызықтым. Сол кісінің жаңа поэзияларын оқып, кішігірім қара өлеңдерін оқып, сол кісілердікін жаттап. Солай, былайымша. Тамаша. Мұқағали Мақатаев, Қайрат Нұртас эстрада жағынан қарайтын болсақ. Иә. Тамаша, Дидар. Әрі қарай әңгімеміз қызық болсын. Енді сіздің үлгі тұтар тұлғаларыңызды білдік. Әрі қарай тағы да бір әңгімеміз қызып келатқан сияқты. Егер өмірің кино болса. Бәрекелді. Бұл енді сен сияқты жалындаған жастардың, қазіргі жастар өзі бір киноға жүрген жерлердің бәрі. Қиял бәрі. Кәдімгі Инстаграмнан қарайсың ғой кейде, ТикТоктан, бәрі бір кино жүрген. Бір образ. Шашын өсіреді қазіргі жастар. Бір корейский киноларға еліктейді жастар. Қыздар да, жігіттер де әйтеуір. Ал енді сенің өмірің кино болса, қандай кино болар еді? Дидар? Өмірім кино болса? Не? Білмеймін енді. Қандай кино болуы мүмкін? Үнді кино сияқты соңы жоқ болады шығар, басы бар, соңы жоқ. Жалғасып кете беретіндей. Бір жағынан ер азамат болғасында ер адам басына не келіп не кетпейді дейді ғой. Пах. Сол секілді күнделікті сүріп жатқан өміріміздің өзі мынау таңның атысы, кештің батысы, қарабаласы өмірде неше түрлі қызықтары болады. Үнді кино сияқты ғой. Кейіпкерлері көп. Соңы жоқ, жалғасып кете беретіндей. Киноның атауы қалай болуы мүмкін? Ойландыратын сұрақ болып қалды. Дидар енді, Дидар және оның отбасы, немесе Дидар... Кішігірім айтқанда, Дидардың бастан кешкен оқиғалары шығар. Қатты қиындатпай айтқан кезде. Дидар лайф деп қойды. Жақсы. Тағы да бір тақырып таңдайық, тамаша. Дидар, әрі қарай бізде. Оны да көрейік. Шетінен алып кете берейін. Орындалған және орындалмаған арман. Мынау бір керемет тақырып. Көп адам осы тақырыпқа келген кезде, осы біздің пассажирлардың андай да бір терең ойға батып кетеді. Мен де былай тұр салып, бүйтіп ойланайын ба? Енді жалпы жаңағы бір арманың эстрада жұлдызы болу дедің ғой. Бала күннен Қайрат Нұртасқа еліктедім дедің, соған пародия жасадым дедің. Қазір енді кәсіпкер болып кеттің. Сол өнер бір орындалмаған арман болып қалды ма сонда? Әлде бұйырса орындалатын арман ба? Жаңа айтып отырмын ғой. Мұқағали Мақатаевқа қарап, сол адамыздың поэзияларын оқып, кішкене өзімді ретінде салып отырам деп Инстаграм желісіне. Бірде, мысалы, өзін негізі көбінесе видео түсіргенді, мынау жаңа бейне түсіргенді жақсы көрем. Солардың ішінде кезінде бір Инстаграмнан қарап отырып бір видеоны көрдім, Димаш Құдайберген. Бейне көрдің. Бір бейне көріп қалдың. Бір сөзден 2 рет жатасып. 3 рет жатасып. 3 рет. Димаш Құдайберген бір жаңа бейнесінде былай депті. Кейде адам негізі жар таңдағанда және мамандық таңдағанда қателеспеу керек дейді ғой. Сондай кезеңде мамандық таңдағанда мынау қалай айтсам болады,
негізі бір жағынан қазақша сөйлегеннің өзі қазіргі таңда бізге кішкене қиындық соққызады екен. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, бір сөзден 3 рет қателестің дегендей. Мамандық таңдағанда артқа бір сәт оралып, соны ойланып, кезінде мен кім болғым келді, бала арманым дегендей. Біреулер айтып жатады, ғарышкер болғым келді, біреу президент болғым келді дейді. Бірақ мен кішкентайымнан мына өзің сияқты актер болғым келді. Соған қызықтым, зерттедім былай айтқанда. Бала кезімде сосын түбінде таксовать етіп кететінді білдің ба десеші? Ондай да болды. Сосын мен сияқты актер боламын деп таксовать етіп жүріп қойды қазір. Арасында ақшадан қысылған кезде өзімде де болады. Мынау қазір дегенді айтып жатады ғой, Яндекс қосымшасымен. Тамақ тасимыз. Ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ұялатын да ештеңе. Ер адам болсын, ақша керек болады, басқа керек болады. Тамаша. Бірақ жаңағы тақырыпқа оралсақ, актер болғым келді. Балапанда түстім, түспедім емес. Кішкентайымнан бастап түстім. Бірақ соңында сол арманым орындалмай кеткен сияқты. Орындалмай кетті де. Ешқандай да кеш емес деп ойлаймын мен жеке өзім, Дидар. Қалайынша қазір қазақша кинолардың, біздің отандық фильмдердің түр-түрі шығып жатыр қазір. Бірімен бірі жарысып. Бір аптада бірнеше предпоказға барамыз, дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Соның ішінде қарап отырсаң, бәрі делік актерлық мамандықты бітірген емес. Бір кәсіпкерлер бар, ақшасы бар. Өзі кезіндегі бала арманы актер болу, түсіріп тастаған. Киносы атса атты, атпаса өзінің қоржында жатты. Сондай болып жатыр да. Енді сен де кәсібіңе сәттілік тілеймін. Рахмет көп-көп. Кәсібің дөңгеленіп, қатты байып кетсең, ол армандарыңды орындау қиын емес деп ойлаймын. Сол кезде сөзіңізді бөлгеніме кешірім өтінемін. Сол кезде бірінші сізді шақырамын ғой. Бәрекелді. Дидар, құпия болмаса кәсібің қандай кәсіппен айналысасың? Енді осы сәтті пайдаланып, жарнама жасап жіберуге болады негізі. Кәсібім, мен жануарларды жақсы көрем. Ашылмаған тағы бір құпиямды сырымды айтып кетейін. Жануарларды жақсы көрем. Бізде андай отбасымызда бір жағынан қызық болсын. Негізі отбасым кішкене жануар, жаңа мынау үйде асырайтын кішкене жануарларға кішкене қарсы. Бірақ балалықпен ба, әлде шалалық болды ма білмедім онысын. Үйде жаңа көрші тышқан дей ма, қалай айтады? Орысша айтып үйреніп қалғасын білмей тұрмын ғой. Тышқанның түрлерін де асырап көрдім. Одан бөлек мынау тоты құс. Қош, тышқан асырадың қысын да? Үйде асырайтын түрлері бар екен. Мен ойлап атқанмын, үйде тышқан көбейіп кетіп, содан мен мысық асырадым деп айтайын деп отқан шығар десем. Жоға. Негізі мысық бар ма үйде? Мысық пен иттен басқасының барлығын асырап шықтым десем болады енді. Ұлуды асырадым, тышқанды асырап көрдім, тоты құс асырадым, тасбақа асырадым. Менің енді айтқанда асырамаған жануарым жоқ. Жыланға жетпей қалдым. Сәл қарсылау болып қалды. Бірақ үйдегі мынау қалай айтады? Зоопарк қылдың ба? Үйде зоопарк қылдым, кішігірім. Бір кішігірім зоопарк ашып алатындай. Сол жан-жануармен айналыстым, соларды зерттедім. Зоопарк орысша ғой? Тағы ұсталдым. Бір жағына үйренісіп қалдым уже. Уже ма? Байқамай қалады-ау деп едім. Тағы кетті. Сондай жануарлы айналыстым, сол кәсіпте болдым басында. Соны саттың ба сонда? Жануарларды алып саттың ба? Алып саттым. Ойланып отырмын ғой, бұл жерде алып сату деген жерде орысша сөз бар ма еді, жоқ па еді деп. Одан бөлек кішігірім өсе келе ұялы телефон мен алып сатумен айналыстым. Одан бөлек мынау велосипед бізде қазақша ма? Шайтан арба? Бәлкім. Шайтан арба дейтін де бар, енді велосипед жақсы, жарайды, қабылдайық енді, онымен қинамай ақ қояйын. Оған да рахмет. Солармен айналыстым. Енді кішігірім кәсіптер ғой, біз алып сатумен айналыссам қысқаша айтқанда. Жақсы, өте тамаша. Ісіңе береке берсін. Дидар, міне сен айтқан жерге келдік. Келемін дегенше әңгімеміздің арасында сен 7 рет қателесіпсің. Таза сөйлеуде оңай емес екенін түсіндік, е? Дұрыс айтасыз. Жалпы енді өз тілімізді дұрыс сөйлей алмаудың өзі бір сын сияқты, негізі қалай ойлайсың? Қазірде көбінесе жастардың арасындағы ол нәрсе. Қазақша сөйле, өзіңнен баста дейді.
Иә. Қазір мынау сізбен әлемді сұхбаттасып түзегің отырып келсе, өзіңнен баста, Иә. өзіңді түзе дейді ғой. қазір сізбен сөйлесіп отырып та өзімнің қаншалықты орысша сөз қоспаймын дей тұрғанмен сол сөзге еліктеп кішкене сөйлеп кетіп жатқан байқап ұялып отырмын бір жағы. Жоқ, ештеңе етпейді. Бәрі жақсы. Енді бізде тағы бір сенде бір тағы бір мүмкіндік бар. Жаңылтпашқа қалайсың жалпы? Сіз айтасыз, мен қайта аламын ба, қалай болады? Жоқ, мына жерде жаңылтпаштар бар. Қағаздар. Ана қағаздарды бере салсаң болады. Мына қағаздарда кезінде мектептегі, әдебиеттегі, көрейік. соның бірін таңдап ал. Қайсысын таңдайсың? Ой, өзіңде осыны таңдап алдың ау. Енді осының өзің таңдадың, мен саған таңда деген жоқпын оны. Осыны 3 рет қайталауға сенде мүмкіндік бар. Сыртыңнан айқайлап, кәдімгі қолмен жазып бетіп. Оқуға болады. 3 рет қайталайсың. Көз ілдірігімді киіп алайын. Бәрекелді. Кеттік ал. Мағазды мазалама, мағаз қағазға жазалама, мағаз қағазға жазалмағасын, қағаз қайық жасаған, мағазға айып тағалмайсың. Бұл бірінші. Кеттік, екінші рет. Мағазды мазалама, мағаз қағазға жазалама, мағаз қағазға жазалмағасын, мағаз қайық жасаған, мағазға айып тағалмайсың. Қателескендей бұл. Енді 3-ші рет қайталайсың. Ергезегішке дейін дейсіз ғой? 3 рет қайталап аласың, жаттап аласың. Сосын мен қағазды алып қоямын. Сосын сен мағаз болып жаңағын айтасың. Кеттік ал. Мағазды мазалама, мағаз қағазға жазалама. Мағаз қағазға жазалмағасын, мағаз қайық жасаған, мағазға айып тағалмайсың. Ал, жаттап алған болсаң, Дидар маған мағаз туралы қағазды бере ғой. Енді сені тексереміз. Мағазды мазалама, мағаз қағазға жазалама, мағаз қағазға жазалмағасын. Біріншіден кетіп қалдым ғой. Қағаз қайық жасағасын, та бір мүмкіндік берейін. Қағаз қайық жасағасын, мағазға айып таға алмайсың деп тұр. Сөйтіп бітеді. Кеттік па? Дайынбыз ба? Қағаз қайық жазалмағасын ба, қалай? Қағаз қайық жасағасын, мағазға айып таға алмайсың. О, просто қағаз қайық жасаған ғой. Соған айып таға алмайсың да, короче. Кеттік па? Мағаздан бастаймыз. Көрейік. Мағазды мазалама, мағаз қағаз болмайды екен. Осы жерден қайтайын. Тамаша. Ал, Дидар бауырым, біздің мынау қазақша такси бағдарламасына қатысқаныңа рахмет айтамыз. Және де осы сәтті пайдаланып, сәлем жолдасаң болады, немесе осы бағдарламадан алған өзіңнің қорытынды ойыңды айтсаң болады. Қорытынды ойым, жаңа өзім айтып кеткендей, қазақша сөйлеу өзіңнен баста дегендей, әрқайсымыз қазақша сөйлеп жүрейік. Одан бөлек не деймін? Отбасыма, болашақ келіншегіме сәлем жолдаймын. Ей, красавчик. Жақсы, рахмет көп. Жолың болсын. Жақсы, Дидар, жолың болсын. Аман жүр, абайлап жүр. Достар, мінекей, осылайша біз бүгінгі сапарымызды тәмамдаймыз. Қазақша сөйлеу пайдалы. Біздің қазақша таксиге мін де пайда тап.